Ассаляму алейкум. Қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін сүзбе қосылған вареники дайындайтын боламыз. Қамыры өте дәмді, әрі суда езілмейтін болады. Әр варенигіңіз ашылып кетпей, бүтін болып піседі. Және де бұл қамырды тұшпара жасауға қолдансаңыздар да болады. Ал ендеше бастаймыз. Үй температурасындағы суға тұз қосып, араластырып ерітіп аламыз. Шұңғыл ыдыста ұн мен бір жұмыртқаға жаңағы суымызды аз-аздап құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Судан соң бетін жауып 15-20 минутқа қоя тұрыңыз. Ал енді салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін сүзбеге тұз және бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен салмасы дайын, қамырды жаюға кірісеміз. Неке қамырды осылай жұқа қылып жайып аламыз, салмасын салып видеодағыдай түйеміз. Суы қайнағасын, тұзын салып варениктерімізді саламыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін бір араластырып алып, қақпағын жауып қоямыз. Суы қайнағасын мінекей осылай варениктеріңіз бетіне шығады. Бетін жауып 10-15 минут баяу отта пісіреміз. Пісу уақыты сіздің қанша вареник салғаныңызға байланысты болады. Варениктеріңіз көп болса, оларды екі бөліп пісіріп алған дұрыс, немесе барлығын бір үлкен кастрюльде пісіруге болады. Және де варениктерді молырақ суда пісіру керек. Неке осындай қамыры жұқа, салмасы бүтін және де өте дәмді варениктер шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуға ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.